Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 2013 жылғы Red 2 комедиялық боевик фильмінің сюжетін талдаймыз. Жұмысынан зейнетке шыққан ЦРУ-дың бұрынғы құпия агенті Фрэнк Мозес сүйіктісі Сарамен бірге бақытты отбасылық өмір сүруге тырысып жүр. Олар дүкен аралап жүргенде кенеттен ештеңе болмағандай Фрэнктің бұрынғы әріптесі, әрі майдандасы Марвин Богс пайда болады. Марвин досын тағы бір іске қатысуға көндіруге тырысады, бірақ Мозес бұған үзілді-кесілді қарсы болады. Түңілген Марвин дүкеннен көлігімен алыстай бергенде, оның көлігі быт-шыт болып жарылып кетеді. Жойқын жарылыстан соң Фрэнк пен Сара досын соңғы сапарға шығарып салуға келеді. Дегенмен Мозес Марвиннің бұған дейін де бірнеше рет істегендей, бұл жолы да өз өлімін қолдан ұйымдастырған деп күдіктенеді. Бәрі өте шынайы көрінсе де, күдіктенген Фрэнк қаза тапқан әріптесінің қолына бірнеше рет түйреуіш соғып көреді. Бірақ Марвин ешқандай белгі бермейді. Досының шынымен де қайтыс болғанына көзі жеткен Фрэнк көз жасын жасыра алмай қоштасу сөзін сөйлейді. Жаназадан кейін Фрэнкке ФБР агенттері келіп, өздерімен бірге Уай кешеніне жүруін талап етеді. Мозестің басқа таңдауы болмайды, себебі бой ұсынбаған жағдайда тасада жатқан снайперлер оны сол жерде көзін жоюға дайын еді. Нысанда агенттер Фрэнктен Паслен жобасы туралы сұрай бастайды, бірақ Мозес бұл туралы ештеңе білмейтінін айтады. Дәл осы сәтте кешенге ақпарат алу үшін, үкімет жалдаған сатқын агент Джек Хортон бастаған бір топ жалдамалы қарақшылар басып кіреді. Жалдамалылар бірнеше қызметкерді атып тастап, Фрэнк отырған тергеу бөлмесіне басып кіреді. Хортон Мозестен ақпаратты беруді талап етіп, бас тартқан жағдайда қатыгез азаптауға салатынын айтып қорқытады. Осы кезде Фрэнк бұғаудан босап шығып, жауларына белсенді қарсылық көрсетеді, жауыздарды бірінен соң бірін сұлатып түсіреді. Хортон Мозесті қолға түсіруге сәл-ақ қалғанда өз өлімін шынымен де қолдан жасаған Марвин пайда болады. Екі дос жалдамалылардың көбін жойып, Хортонды жаралап, қосалқы ғимарат арқылы қашып шығады. Көліктің қасында күтіп тұрған Сараны көрген Фрэнк, Марвиннің оны өзімен бірге алып келгеніне ашуланады. Дегенмен бой жеткен қауіпсіз жерге жалғыз кетуден бас тартады. Жолда Марвин ғаламторға біреудің құжат жүктегенін түсіндіреді. Онда бұлардың қырғи қабақ соғыс кезіндегі ядролық қарумен байланысты Паслен деп аталатын арнайы операцияға қатысқаны жазылған екен. Кенет жүк көліктен шу мен айқай шыққанда Марвин әскери барлау бастығын алып қашқанын мойындайды. Хортон болса ақш әскерилерін ФБР агенттерін өлтірген Фрэнк пен Марвин деп сендіріп, оларға шын мәнінде үлкен аңшылық жариялатады. ақш армиясының генералы бұл пайда болған құжат салдарынан бәрі Пасленді іздейтінін және өздерінің соққы астында қалатынын қорғаныс министрі мен баспасөзге хабарлауды ұйғарады. Бірақ бұл Хортонға ұнамайды, содан ол генералдың көзін жояды. Сондай-ақ Хортон Мозесті өлтіру үшін әлемдегі ең үздік киллер Ханчо Байға тапсырыс береді. Ол тіпті ең қатаң қорғалатын нысанға өтіп, адамды тіпті қағаз қайықпен де өлтіре алатын дарын иесі. Осы кезде Фрэнк пен Марвин әскери барлау бастығын тергейді. Бастық Пасленнің ақшта қырғи қабақ соғысы кезінде КСРО-ға соққы беру үшін жасалған, бірақ Мәскеуде жоғалып кеткен атом бомбасы екенін мойындайды. Бұл бомба Мәскеуге бөлшектеліп, контрабандамен жеткізілген болатын. Бұл жойқын қаруды ғалым Эдвард Бейли ойлап тапқан. Ал сол кезде Фрэнк пен оның тобы ғалымды Мәскеуге жеткізіп, кейін қайтаруы керек еді. Бірақ ішінде ғалымы бар көлік жарылып кеткен болатын. Осы арада Ми-6 директоры Филлипс Виктория Уинслоуды тауып алып, одан Фрэнкті өлтіруді талап етеді. Әйтпесе өзінің көзін жоятынын айтып қорқытады. Дегенмен Виктория ескі досы Фрэнкке хабарласып, оған тапсырыс түскенін ескертеді. Сонымен қатар, ол оның соңына қауіпті киллер Ханның түскенін айтады. Осы уақытта киллер Нью-Джерсиге келіп, Фрэнктің тобы уақытша тоқтаған қонақ үйге барып орналасады. Үшеуінің көзін бірден жоймақ болып, күтпеген жерден тап бермекші еді. Бірақ Фрэнк пен оның командасы Ханнан айласын асырып кетеді. Олар оның ұшағын ұрлап мініп, бақашы лақап аты бар ақпарат сатушыны табу үшін Парижге бет алады. Өзегі өртенген киллер мен жалдамалылары бар Хортонда үшеуінің соңынан қуа жөнеледі. Парижде олардың алдынан ресейлік қарсы барлау қызметкері Катя Петракович шығады. Оның бұрын Фрэнк пен романтикалық қарым-қатынасы болған екен. Катя Мозесті қатты құшақтап, өзінің де Паслен ісімен айналысып жүргенін мойындайды. Төртеуі бақашыны мейрамханада қолға түсіруге келіседі. Бірақ Сара ер адамға көз алмай қадала қарап, өздерін әшкерелеп қояды. Бұны байқаған бақашы мотоцикліне мініп қашып кетеді. Жігіттер екі көлікпен оның соңына түсіп, оны тұйыққа тірейді. Тұйық көшеде Фрэнк істі сенімді түрде жүргізгісі келеді. Жігіттердің дөрекі күшінің орнына Сара нәзіктік пен жылы сөздің арқасында тұтқынды кейбір ақпараттар сақталған банктік ұяшықтың кілтін беруге көндіреді.
Содан соң Катя Фрэнкті құнды мәліметтермен бөлісуге сөз беріп, кешкі асқа шақырады. Бірақ бойжеткен уланған шарапты Мозестің өзі ішіп қойып, есінен танғанда ресейлік барлаушы кілтті алып кетеді. Бұған қарамастан Марвин мұндай жағдайда алдын ала болжап, кілтті ауыстырып үлгерген еді. Ызаланған Сара сүйіктісінің Катямен нәзік сүйісіп, оның айласына түсіп қалғаны үшін бетінен осып жібереді. Мұнымен де басылмаған Сара дүкен аралап, Фрэнктің қыруар ақшасын киім-кешекке жұмсайды. Содан соң ол еркектерді көшеде қалдырып, қонақ үйге оралады. Киллер хан оларға тосқауыл ұйымдастырып, пулеметпен оқтың астына алады. Бұған жауап ретінде Марвин өзімен бірге әрқашан алып жүретін динамитті пайдаланады. Олар кәріз жүйесі арқылы әрең қашып шығып, банкке келеді. Сол сәтте ол жерде Катяны тұтқындап жатқан еді. Себебі Марвин оған террористердің банктік ұяшығының кілтін байқатпай салып жіберген болатын. Үшеуі бақашының ұяшығынан Паслен жобасы туралы есепті тауып алып, ядролық бомбаның ойлап табушысы Эдвард Бейлидің Лондонның түрмесінде 32 жылдан бері қамауда отырғанын біледі. Жігіттер Лондонға ұшып барады. Онда психикалық ауытқуы бар қылмыскерлерге арналған, ерекше қорғалатын жерасты жындыханасында ғалым қамауда отырған еді. Марвин Викторияға өздерінің келе жатқанын ескертеді. Ал ол өртенген көлікке мәйітханадан алынған кездейсоқ 3 мәйітті салып, үшеуінің өлімін қолдан ұйымдастыруға көмектеседі. Виктория мен Фрэнк жындыханаға өтіп, ол жерден есінен ауысқан Эдвард Бейлиді тауып, оны босатып алады. Ми-6 қызметінің ғалымды неліктен 32 жыл бойы қамауда ұстағанын анықтау үшін, Виктория әдейі өзінің адамдарына беріледі. Ал Хортон қуғынды тоқтатпай, бақашының изіне түседі. Бірақ ол азаптау кезінде құпияларын ашып қоймау үшін, улы дәрінің өлімге әкелетін дозасын ішіп қояды. Үшеуі Бейлиді алып, ғалым өз орнында ядролық бомбаның қайда екенін есіне түсірер деген үмітпен Ресейге ұшады. Фрэнк пен оның жолдастарын ескі танысы Иван Симонов қарсы алып, Мәскеуге жетуге көмектеседі. Шағын дүкенде командаға хан шабуыл жасайды, бірақ келген полицейлер оның назарын аударады. Киллер жергілікті ондаған тәртіп сақшысын сұлатып жатқанда, Фрэнк пен қалғандары бой тасалап үлгереді. Осы уақытта Виктория Бейлидің қамалуының шынайы себебін біліп, бұл туралы Фрэнкке шұғыл хабарлауды өтінеді. Бірақ директор Филлипс бұл өтініштен бас тартып, әйелдің көзін жоюға бұйрық береді. Бұған қарамастан, оған аман-есен қашып шығудың сәті түседі. Бейли бомбаны ешкім іздемейтін жалғыз жерде, Кремльде жасырғаны есіне түскенше, қалғандарын Мәскеудің көшелерімен әрі-бері сабылтады. Марвин сомбалғамен қоғамдық әжетхананың қабырғасын шағып, олар Кремльдің ішіне өтеді. Бейли Фрэнк пен Марвинді Паслен салынған шағын шабаданға алып келеді. Бомбаның қуат көзі қызыл сынап болғандықтан, әскерилер осы уақытқа дейін ешқандай радиация изін таппаған екен. Кенеттен Катя пайда болып, қаруды тастауды талап етеді. Алайда Фрэнк оны бұл істе бірлесіп әрекет етуге көндіреді. Өйткені мұндай жойқын қуатты бомба міндетті түрде жойылуы керек, және әлемдегі ешбір елдің қолына түспеуі тиіс еді. Жігіттер жеңістерін атап өту үшін қонақ үйге оралады. Дәл осы сәтте Фрэнкке Виктория қоңырау шалып, Бейлидің жындыханаға қамалу себебін айтады. Сөйтсе, ол бомбаны жарып, Кеңес одағын жойып жіберуді армандаған екен. Өзінің әшкереленгенін түсінген ғалым қалғандарына қару кезейді. Ол Ми-6 қызметінен әйелі мен кішкентай ұлының өлімі үшін кек алғысы келіп, ғаламторға құжатты өзі жүктегенін мойындайды. Оған қоса, Бейли Хортонмен алдын ала мәмілеге келіп қойған екен. Хортон сол сәтте бірнеше жауынгермен бірге келіп жетеді. Кетіп бара жатып Бейли Катяны атып өлтіреді. Осыдан кейін арнайы жасақ пайда болып, барлық команданы қарсы барлау офицерін өлтірді деген айыппен тұтқындайды. Әрине, Хортон Бейлиді лақтырып кетпекші болады. Барлық құпияларын біліп алу үшін, оны өмірінің соңына дейін темір торға қамауды жоспарлайды. Мұны күткен ғалым ұшақ ішіне жүйке салдану газын шашып, Хортоннан басқасының бәрін өлтіреді. Ұшақты Лондонға қондырып, Иран елшілігіне барып жасырынады. Әскерилер көп ойланбастан, жоғары шенді офицерді өлтірген үшін Фрэнк, Сара және Марвинді атып тастамақшы болады. Бірақ достарын Виктория құтқарып қалады. Ол әскерилердің көзін снайпер мылтығымен жояды. Бұл қаруды әйелге оған ғашық болған Иван берген еді. Бейлидің Лондонда екенін білген команда сол жаққа ұшуға шешім қабылдайды. Алайда Фрэнкке ұшақ тұрған ангардың жанында хан шабуыл жасайды. Киллер Мозестің көзін жоймақшы болады. Бірақ ол жігітке егер олар Бейлиді тоқтатпаса, бүкіл Лондон жермен жексен болатынын түсіндіреді. Хан көмектесуге келіседі, бірақ бәрібір бұл істен кейін Фрэнкті өлтіретініне уәде береді. Лондонға ұшып келген соң, Фрэнк Сараға инициалдары жазылған тапанша сыйлайды. Иран елшісі пайда болған бойда Мозес Сараның бетінен тартып жіберіп кетіп қалады.
Елші Сараға назар аударып, оған сөз қатады. Ал бұл бойжеткенге ер адамға ой егуге мүмкіндік береді. Осының арқасында ирандықтар оны елшілікке кіргізуге мәжбүр болады. Марвин ғимараттағы кәріз жүйесін жарып жібереді де, соның көмегімен қалғандары сантехник кейпінде ішке кіріп алады. Осы уақытта қызыл сынабы бар бомбаға айырбас ретінде ирандықтар Бейлиге ақша аударады. Бұдан кейін ғалым бөлмедегі сатып алушылардың бәрін өлтіреді. Сонымен қатар жақындарының өлімі үшін кек алу мақсатында Хортонды да өлтіріп, бомбаның сағаттық механизмін іске қосады. Көп ұзамай жігіттер Пасленге жетеді, бірақ оны қалай жою керектігін мүлдем білмейтін еді. Бейли Викторияның араласуына байланысты елшіліктен қашып шыға алмай қалады. Ғалым кері оралып, жігіттер ғимаратты күзетіп тұрған солдаттармен атысып жатқан кезде дүрбелеңді пайдаланып Сараны кепілге алады. Сосын оны көлікке отырғызады да ханның ұшағына қарай бет алады. Өйткені Лондонның жойылуына 1 сағаттан аз уақыт қалған еді. Команда оның соңынан қуа жөнеледі. Виктория спорттық көлікпен, ал Фрэнк пен Марвин тікұшақты ұрлап мінеді. Марвин бомбаны залалсыздандыруға тырысады, бірақ өз әрекеттерімен таймерді тездетіп қана қояды. Ирандықтар команданы қуып жетіп, бірнеше рет оқ атып, тікұшақтың қозғалтқышын зақымдайды. Тікұшақ апатқа ұшырайды, бірақ бақытқа орай Фрэнк пен Марвин аман қалады. Әуежайға жеткен соң Мозес бомбаны ала салып, Бейли Сараны кепілдікте ұстап отырған ханның ұшағына кіріп барады. Ғалым Фрэнк пен Сараға бомбамен бірге ұшақтан шығып кетуді бұйырады. Бейли Пасленнің жарылуына дейін қашып үлгеруге тырысып ұшып кетеді. Кенеттен ғалым салон ішінен бомбаның шырылдаған дауысын естіп жеңілгенін түсінеді. Фрэнк күлімсірейді, өйткені ол бомбаны ханның ұшағына жасырып үлгеріп, бәрін аман алып қалған еді. Ашуланған хан жарылған ұшағы үшін өтемақы талап етеді. Алайда Мозес оның шағымын құлаққа ілмейді. Ред 2 фильмі қалай екен? Пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.